Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз алдындағы қамырын дайындаған самсаны пісіретін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, маған комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Самсамыз осындай қытырлақ, әрі дәмді болып шығады. Сондықтан дайындап көріңіз. Дайындағаныңызға еш өкінбейсіз. Алдымен бізге қажетті ингредиенттер: картоп, пияз, фарш, тұз, қара бұрыш және қара кунжут қажет болады. Фаршымызды ыдысымызға саламыз және одан кейін пиязымызды, картопымызды барлығын салып, тұз, бұрышымызды салып, барлығын араластырамыз. Енді мынау біздің қамырымызды біз тоңазытқышта қатырып алып, міне шығарып, ерітіп, содан кейін пайдаланамыз. Қамырымыз толық қатпаса, біздің қамырымыз дұрыс шықпай қалады. Сондықтан тоңазытқышта жақсылап қатыру қажет болады. Міне осылай барлығын дайындап алып, пеште 300 немесе 320 градуста қатты отта пісіреміз. Жай отқа салсақ қатып кетеді, сондықтан қатты от қажет болады. Міне осындай дәмді, әрі қытырлақ самсаларымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарап, маған комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.